Hello everyone, how are you guys? Here we are starting our 7-day marathon, and this is day 1. And today with you, Мөлдір. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз 7 күндік марафонымызды бастаймыз. Сіздермен мен, Мөлдір. Present simple шағын барлығымыз білеміз. Ол жай осы шақ. Енді present simple шағы қашан қолданылатынын бұл сабақта қарастырып көрейік. Ең бірінші ол daily routine. Яғни күнделікті орындалатын іс-әрекеттерді айтқан кезде біз present simple шағын қолданамыз. Мысалы, I work every day. Яғни мен күнде жұмыс істеймін. Facts and truth. Яғни табиғат заңдары мен деректер, шындықтар туралы айтқанда қолданамыз. For example, I like an apple. Мен алманы ұнатамын. And habits. Қайталанатын іс-әрекеттер, әдеттер туралы айтқанда. For example, I listen to music in the evening. Яғни кешке жақын музыка тыңдаймын. Енді структурасына келетін болсақ, бұл жерде көріп тұрғандай subject plus verb, яғни бастауыш және де баяндауыш. Бұл сабақта біз I, яғни мен, you, сен, сендер, we, біз, they, олар, және де көпше түрдегі зат есімдерді өтеміз. Яғни бұлар бізде бастауыштың рөлін атқарады, және де осыған біз етістік жалғаймыз. For example, I go to work in the morning. Мен жұмысқа таңертең барамын. We watch TV in the evening. Біз теледидар кешке жақын көреміз. Осы сабақта жаңа етістіктер мен жаңа simple шағында қолданылатын тіркестерді қарастырайық. Етістіктер like, ұнату, work, жұмыс істеу, listen to music, музыка тыңдау, watch TV, теледидар көру, go to work, go to school, яғни жұмысқа және де мектепке бару. Every day, күнде, every week, әр апта, every month, әр ай сайын, every year, жыл сайын, in the morning, in the afternoon, in the evening, яғни таңертең, түсте, кешке, және де at night, яғни түнде. Енді сіздерден осы тіркестер мен етістіктерді қолдана отырып, комментарийда сөйлем құруларыңызды күтеміз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерден кері байланысты күтеміз. See you, goodbye!